12-ші дәріс ақша және есеп, кітаптағы 51-55 беттер. Мен ойымша бұл негізгі тақырыптардың бірі. Бұл тақырыптардың бірі өзегі десек те болады. Яғни ақша және есеп. Не үшін ақшаның есебін жүргізу, есебін білу маңызды. Сол туралы айтылған біраз мысалдар бар екен. Қазір өзім оқып отырып бір білімімді жаңартып алдым. Бір еске түсіру болды, жақсы. Айтып отырмын ғой. Бұл кітапты тіпті мен өзім оқуға мұқтажбын. Өзім жазсам да бір еске салып отыру үшін, бір гайкілерімді бұрап, бұрынғы дұрыс қаржылық формаға келтіру үшін өзімді мынаны бір қайталап отыру маған маңызды, өзіме маңызды. Сол үшін мен тәпсірлеу арқылы да өзіме пайдалы жатырмын. Сіздерге де пайдасы тисін. Енді неге ақшаны есебін жүргізу керек? Не үшін ақшаны есебін жүргізу керек деген сұрақ. Біраздарыңыз бәлкім ақшаның есебін жүргізіп көрген шығарсыздар. Google Sheets болсын, әшейін бір блокнотта болсын, болмаса CoinKeeper, тағы да қандай сондай бір приложениялар арқылы ақшаның есебін жүргізіп көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Бірақ көп адамның проблемасы ақшаның есебін жүргізе бастайды. Шығынын, кірісін бәрін тіркеп отырады. Бірақ бір уақытта жалығып кеттім дейді, бір уақытта шаршап кеттім дейді, қызықсыз болып кеттім, мән көрмей кеттім деген сияқты нәрселер айтады. Мен енді бұған жауабым. Мен 2019 жылдан бастап үзбей есеп жүргізіп келе жатырмын. Күнделікті әр 100 теңгең, 200 теңгең менің қарауымнан тыс өтпейді. Шығын, кіріс бәрі әдет болып кеткен ғой. Енді мен айтамын ғой, бізде ақша жұмсау деген әдет бар ғой. Әсіресе қазір оңай, бағанадай Каспи арқылы, басқа арқылы бір онлайн ақша аударамыз, ақша жұмсаймыз. Яғни қазір ақша жұмсау оңай, және біздің бір электронды түрде онлайн ақша жұмсау әдетіміз қалыптасқан негізі. Мен айтамын да, бір жаңа әдетті қалыптастыру үшін сол бар әдетке байлай салу керек та. Каспиден ақша жұмсайтын болсаң, Каспидің жанына CoinKeeper деген бағдарлама бар, өзім қолданатын. Сіз өзіңізге ыңғайлысын таңдап алсаңыз болады. CoinKeeper жанында тұрады. Мысалы, Каспи арқылы бір төлем жасадың, CoinKeeperге шығын ретінде тіркеп қоясың бірден. Менде қазір сондай әдет болып кеткен ғой, енді бір шығын ба, кіріс па келсе, бәрі тіркеліп отырады менде. Енді мотивация, не үшін бұны жүргізу керек деген сұраққа жауап. Мынандай бір алтын ереже бар. Жалпы сен өміріңде бір нәрсені өзгерткің келсе, өміріңде кез келген бір нәрсені өзгерткің келсе, онда ол сенің бақылауыңда, сенің басқаруыңда болу керек. Сен бақылай алмайтын, басқара алмайтын нәрсені, сен басқаруыңдағы емес нәрсені өзгерте алмайсың. Мысалы, біз өмірде ауа райын өзгерте алмаймыз, немесе біреудің әкім болып тағайындалуын өзгерте алмауымыз мүмкін. Біреудің тағы бір нәрсе істеуін біз өзгерте алмаймыз да. Неге? Өйткені ол біздің бақылауымызда, біздің басқаруымызда емес. Яғни сен тек қана өзің басқаратын нәрсені ғана өзгерте аласың. Сол ереже бар. Ал енді сен нені басқара аласың дегенде, сен өзің өлшей алатын нәрсені ғана басқара аласың. Өлшей алатын нәрсені ғана басқара аласың. Өлшеп есептей алатын нәрсені басқара аласың. Мысалы, сенің салмағың, білмейсің неше екенін салмағыңды, бірақ әйтеуір ырсылдап кетесің. Полды жусаң ырсылдап кетесің, демігіп әрең-әрең жүресің, әрең-әрең тыныс аласың, сөйтіп бір қиналып жүресің дейікші. Сөйтіп, бірақ түсінесің да, маған өзгеру керек, мен что-то бір артық салмағым бар сияқты деген бір ой келеді да. Сол кезде сенің әрекетің қандай болады? Сен бірақ нақты қанша килограмм екеніңді білмейсің әлі, есеп жоқ. Тек бір по ощущениям дейді ғой, сезініп тұрмын, өзімді ауыр сезініп тұрмын, бір салмағым ауыр сияқты, қолым ісіп кеткен, бағанағыдай әрең қозғаламын деген сияқты бір сыртқы белгілерін ғана көресің да, сөйтіп бір әрекеттер жасай бастайсың. Спортпен айналыса бастайсың, тамағыңды реттеп, шектеп, сөйтіп бір өзгеріс енгізе бастайсың, ұйқыңды бір реттейсің деген сияқты. Бірақ көп ұзамай тастап кетесің. Неге? Мына жерде есеп жоқ. Сен өзгерте алмай қоясың да жағдайыңды. Неге сен жағдайыңды өзгерте алмайсың? Өйткені сен жағдайыңды бақылауға алған жоқсың. Ал қай кезде бақылауға, басқаруға аласың?
оның есебін жүргізген кезде ғана сен оны басқара аласың. Мысалы, қалай есебін жүргізу деген бұл жерде қалай? Таразыға тұрасың. Таразыға тұрдың, 90 килограмм болып кетіпсің. Есеп бар, өлшедің, есептедің. Айтып жатырмын, өлшей алатын нәрсеңді басқара аласың, басқара алатын нәрсеңді өзгерте аласың. Өзгерткің келсе басқар, басқарғың келсе өлше, есепте. Сөйтіп 90 екенін түсіндің салмағың. Сөйтіп бір өміріңе кішігірім өзгерістер енгізе бастайсың. Кешке шай ішпейсің, печенье жемейсің, нан, тәтті тамақтарды азайтасың, ерте ұйықтайтын боласың. Сөйтіп бір әрекеттер жасау арқылы сен күніге таразыға тұрасың. Бір өзгеріс енгіздің, нәтижесін таразыдан көресің. Қарайсың, 90 килограммың бір уақытта 86 болған, 82 болған, 80 болды. Яғни сен дұрыс бағытта келе жатқаныңды түсінесің, және мынау ісіңді тастамай салмағыңды бақылауда ұстайсың дейді ғой енді. Бақылауды өлшемін, есебін білгендіктен ғана бақылауда ұстайсың. Ал бағанада таразыға тұрмасаң, қанша килограмм екеніңді білмесең, сен ұзаққа шаппайсың, мотивацияң өшіп қалады. Сол үшін өстіп есеп бар жерде, өлшем бар жерде басқару болады. Басқару бар жерде өзгеріс болады. Бұл бір мысал. Сөйтіп сен мақсат қоясың ғой, 90 килограмм болды, мен 70-ке жетуім керек деп, бағанадай қадам-қадаммен кішкентай әрекеттер арқылы бір өз мақсатыңа жүре бастайсың. Дәл сол сияқты елестетейік, сен машина, көлік айдап бара жатсың, ешқандай датчик жоқ ана жерде. Қандай жылдамдықпен келе жатқаныңды білмейсің, бензинің қанша қалды, майды қашан ауыстыру керек, ешқандай цифр жоқ. Бірақ сен сөйтіп бір машина айдап бара жатасың. Сенде машинаны мен басқарып жатырмын, бақылауда ұстап отырмын деген сезім жоғалып кетеді. Сөйтіп сен ешқандай өзгеріс енгізбей жүре бересің машинамен. Кейін қарайсың, сергектен штраф кеп тұр. Бірақ сен 80-мен жүрген сияқтысың ана жерден, Әл-Фарабидің бойымен. Бірақ негізі 90-100-бен жүріп кеткенсің да. Яғни сандар болмаса, сенің бағана машинаны басқаруың, оны жүргізуің өте қиын да. Яғни сандар өте маңызды, есеп өте маңызды. Есепсіз ештеңені басқарамайсың, соны түсіну керек. Тағы бір мысал, басың бір ысып тұрған сияқты, бір ауырып тұрған сияқты сезінесің, қолыңмен ұстайсың, мен ауырып тұрмын деп ойлайсың. Бірақ нақты қанша градус сенде қазір температураң болса. Сөйтіп елестетіңіз, егер сізде термометр болмаса, сіз өзіңіздің жағдайыңызды тура бағалай алмайсыз ғой. Менің ойымша мен ауырып тұрған сияқтымын, немесе менің басым қатты ысып тұр, менің ойымша мен 38, менің ойымша мен 40-мын деген жарамайды бұл жерде. Өйткені нақты өлшем, нақты сан жоқ. Сөйтіп термометр тапқаннан кейін барып, сен ары қарай қадамдарыңды, өзіңді, өзгерісіңді ұйымдастыра аласың. Қалай? 38 болса, онда шыдай тұрайын. 39 болса, онда жара понижающий шейін. 40 болса, онда скорый шақырайын деген сияқты бір сенің болашақ дұрыс қадамдарыңды, дұрыс есебің айқындайды. Елестеттіңіздер ғой. Тура осы, ақша да осы принцип. Ақшасының есебін жүргізбейтін адам қалай басқарады ақшасын? Ол қайда, қанша қалды, қайда кетіп жатыр, дұрыс диагноз қоя алмайды ғой өзіне. Өзіне дұрыс қаржылық диагноз қоя алмайды. Кейде болады, мен бұрын ақша есебін жүргізбеген кездерімді еске алсам, бір ақша көп түсіп жатқан сияқты сезім болады. Бір тамаққа аз жұмсап жатқан сияқты, бір продуктқа аз жұмсап жатқан сияқты сезім болады. Кейін қарасаң, қарызға батып жатасың. Кейін қарасаң, ақша жетпейді. Сұрақ, неге жетпейді? Ақша менің бақылауымнан сусып шығып кеткен. Мен басқарып жатқан жоқпын ақшамды. Қаржыңды басқар деген әдемі сөз бар ғой. Мен қайталап айтамын, есеп болмаса, сен қаржыңды басқарамайсың. Ал есеп болу үшін сен күнделікті кіріс-шығыс есебін жүргізуің керек. Кіріс-шығыс есебін жүргізуің керек. Яғни мен айтамын да, бағанада кіріс-шығыс есебін не үшін жүргізу керек деп сұрап жатқан кісілерге жауабым, ақшаңды басқару үшін. Сен басқарғың келе ме? Онда оның өлшемі, есебін білуің керек. Сол үшін ғана жүргізесің. Ол бір еріккен ермек емес. Бағанағыдай күніге отырып, қанша таптым, неге таптым, ол бір еріккен ермек емес. Егер оның мәнін түсінбесең, ол өзіңді бір қинап жатқан сияқты болады бір кіріс-шығыс. Бірақ ақшаңды үнемі бақылауда ұстау үшін, үнемі басқарып тұру үшін, бір өзің ойламаған бір қарыздарға, өзің ойламаған бір шығындарға тап болмас үшін осы есепті жүргізіп отыру керек. Айтады ғой, кіріс-шығыс есебін жүргізе бастаған адам автомат түрде
қаржысының 20%-ын үнемдейді дейді. Рас сөз. Өйткені сен әр шығынның кетіп жатқан тіркеп отсаң, сезінесің ана кетіп жатқан ақшаны. Және сен ойлағандай сен аз жұмсап жатқан жоқ екенсің, көп жұмсап жатыр екенсің. Осының бәрін сандар көрсетеді. Мен айтам, сын есім алдайды, сан есім алдамайды деп айтам. Сан есім әрқашан объективті сенің жағдайын көрсетеді. Сол үшін мына осы жазбада мен есептің, қаржының есебін жүргізудің маңызын айтып кеттім. Мынандай нәрсе бар, ақша есепті жақсы көреді деп жазған екен бұл жерде. Иә, ақша есепті жақсы көреді. Кім ақшаны есептей алады? Кім ақшаның есебін жүргізеді? Әдетте ақша солардың қолына өтіп отырады. Өмірдің шындығы бақылап көрсеңіздер болады. Ақшасын қайда келіп, қайдан кетіп жатқан кіріс-шығыс есебін білетін адамдар әдетте қарызға батпайды. Әдетте оларда артық ақша болады, қанша тапса да. Мен ондай мысалдар көргем. Қанша тапса да ода артық ақша болады. Ал ақшаның есебін жүргізбейтін адамдарды, бәлкім ол сіз шығарсыз, еске алып көріңіз. Олар әдетте қарызға батады. Көп миллион тапса да, 500 мың тапса да қарызға батады, және ақша жетпейді оған. Жауабым түсінікті ғой. Анау кісі 100 мың, 200 мың тапса жеткізіп атады, және артылып жатады да ақша. Жай есепті жүргізетін адамның жағдайына қарайық. Есепті жүргізбейтін адамға қарайық. Тауып жатырмын ғой дейді, бірақ шығындар да кетіп жатыр ғой. Білмейді да ол қалай қайда кетіп жатқан. Сол үшін ақша есепті жақсы көреді. Сен ақшаны жақсы көрсең, онда сен де есепті жақсы көруің керек. Және мына жерде бір жақсы нәрсе айтылған екен кітапта. Ақшаны мынау есебін жүргізген адам, оның ақшаны есебін жүргізген адамның жүрегіне дүние кірмейді, ақша кірмейді. Неге? Өйткені сен ақшаны есебін жүргізе бастағанда бұның жай цифрлар екенін, жай математика екенін түсінесің. Жай цифр, жай математика екен. Және осыны түсінген кезде сен оны бір өте маңызды нәрсе көрмей қаласың. Жай цифрлар ғой. Ана счетта жатыр деп айтады. Сен оны қағазға ауыстырған жоқсың. Сенің иелігіңде жақты бір иллюзия да бұл. Ол ақша сенікі емес, мысалы. Банкте жатыр, банкке салып қойдың, Каспий Голдыңда 2 миллион деп тұр. Сен енді бір иллюзия да, 2 миллион менде бар деп ше. Бірақ ол әлі сенде емес та ол. Ол сандар көрсетіп тұр, тек сандар айтып тұр да, бір сезім сыйлап тұр саған. Мынау сенің ақшаң деген сияқты. Сол сияқты мына жерде мен осы кітапта жиі айтатын бір мысал бар. Қаржылай сауатты, қаржылай еркін болу үшін 5-ші сыныптың математикасына дейін білсең жеткілікті деген ой айтылады. Өйткені 5-ші сыныпта процент, пропорция деген нәрселер бар, соның өзі болды жеткілікті, потолок. 5-ші сыныптың математикасына дейін меңгерген адам ары қарай қаржылық сауат жайлы кітаптарды, жалпы өзінің байлығын ұйымдастыра алады деп ойлаймын. Сол үшін егер де бір есеп берген екен мына жазбада, көресіздер, және мына жерде қатты айтылған екен, осы есепті шығарып көр, осы есепті шығара алмасаң, онда қаржылық тәуелсіздік туралы әңгіме айтқанымыз дұрыс па, дұрыс емес па, жалпы. Мүмкін 5-ші сыныптың математикасын қайталап келесің дегендей бір челлендж, бір ой айтылады екен мына жерде. Сол үшін және мына жазбада бір мысал бар. 10 миллион қарызы бар жігіттің, біз осы есеп жүргізбеген жігіт қой ол. Ол тыңдап отқан шығар бәлкім. Біз ол жігітпен бірге сол 10 миллионнан құтылу стратегиясын жасадық. Жай есебін жүргізіп бердім, болды. Қара қайдан келіп жатыр, қайдан, жай бір математика, жай бір есеп шығарған сияқты бір есебін жүргіздікті, бір 2 сағаттың ішінде мойнынан ауыр жүк түскендей бір тактика таптық, былай істе деген сияқты. Ол жігіт енді Аллаға шүкір қазір құтылды қарызынан. Мына кітап 2022 жыл жазылғанда 10 миллион қарызы болған. Бір әдісті үстіп есебін жүргізіп, ойластырып, сөйтіп оның қарызынан құтылу стратегиясын жасағанбыз. Құтылды. Енді Құдай қаласа келесі кітаптың басылымында осы жазбаның соңында жазып қою керек пьес. Мына жігіт қарызынан құтылды деп. Қарызынан құтылды. Аллаға шүкір. Жай есеп жүргізу сондай үлкен пайда береді. Ақша есепті жақсы көреді. Сен ақшаны жақсы көрсең, сен де есепті жақсы көр. Бір кісі айтады да, мен кейде бір ой келді дейді. Ақшаны долларлардың алмен жинаған ғой үйінде. Жинаған дегенде түскенде ақша, соны есептеп санап атқан, тексеріп атқан дұрыс па, дұрыс емес па деп. Бір уақытта
шаршап кеттім дейді да. Ойлашы, ана көп ақша түскен ғой, доллармен түскен. Сөйтіп соны есептеген ғой қолмен. Ол кезде автоматы жоқ па оның есептейтін, бірақ қолмен есептеп шаршап кеткен. Сөйтіп бір ой келді дейді да, мен неге ақша санаудан шаршауым керек деп бір ой келген да. Бұл ақша ғой, бұл есеп қой. Мен қазір мына алдымдағы бір ондай көп ақша емес, бірақ соның өзін санаудан шаршасам, жалпы мен көп ақша деген жауапкершілікке дайынмын ба, дайын емеспін ба деп бір өзіне сұрақ қойған екен да. Яғни ақшаны есептеуден, бағанадай наличный қолыңа түскен ақшаны бүйтіп қолмен парақтап бүйтіп есептегенмен, Каспийдегі сандарды бүйтіп қосып, азайтып, қанша кетті осы айда, шығын қанша кетті, кіріс қанша кетті деп есептеп отыру екеуі бір нәрсе негізі. Яғни осы процесті бай адам жақсы көру керек қой. Біз айтамыз, ана образ туралы айттық қой. Жазушы образындағы адам жазушы екенін дәлелдей, ол қай кезде дәлелдейді? Ол жазған кезде дәлелдейді, болды. Басқа дәлелдейтін нәрсесі жоқ оның. Жазушы жазған кезде жазушы. Дәл сол сияқты қаржылай еркін адам, бай адам, ол ақшасын есептеген кезде сондай адам да, сол образдағы адам. Ақша есептеу соның бір құралы, соның бір образының бір бөлшегі десе болады. Ал егер саған ақшаның есебін жүргізу ұнамаса, демек сен бай емес шығарсың. Сен ақшаңнан тез айырылғысы келетін адам шығарсың. Сен ақшаға жауапкершілік алғысы келмейтін, бір оны жарата беретін, қолда ұстағысы келмейтін, оны бір көбейтуді ойламайтын, бір кедей адамның образындағы адам шығарсың, егер есепті жақсы көрмесең. Шынымен де сондай ғой. Ақшаның есебін кім жақсы көрмейді? Ақшаны жақсы көрмейтін адам жақсы көрмейді есебін. Сөйтіп ол бір мәнісі болар, әйтеуір түсіп жатыр ғой деп, ана ақшаға немқұрайлы қарайды да. Олай қарауға болмайды. Мен тіпті ең дисциплинасы мықты адамдардың ақшаға келген кезде дисциплинасы сыр беретінін көрдім да. Андай су сияқты бір қолынан сусып кетеді, тұрмайды. Сол үшін ақшаға өте қатты қарау керек. Айтады ғой, жұмылған жұдырықта ұстау керек ақшаны. Бірақ жүректен алысырақ ұстау керек дейді. Жүрекке кіргізбеу керек дейді. Бірақ қатты ұстау керек дейді ақшаны. Қатты ұстау дегенде есебін білу керек. Қайда, қашан, қалай кетті, не үшін. Өте оңай, өте оңай. Енді әркім аналитикаға жақын адамдар бағанағыдай CoinKeeper сияқты бағдарламалар жүктеп, сөйтіп аналитикасын жүргізсе болады. Тамаққа мынанша кетеді екен, жолға мынанша кетеді екен, енді осының былай үнемдейін, мына шығындарды былай қысқартайын деп аналитика жасайтындар, сондай адамдар бар. Тағы бір мен білетін ең оңай әдіс бар. Ол бір ағамыз бар, наличный ұстайды ақша, ол бүйтеді. Сейфте сақтайды ақшасын. Ол сейфке салған кезде кіріс деп есептейді. Сол жерде дәптерін қойып қойған. Мысалы, елестетіңіз, енді білмеймін, сейф па, сіз бір нәрсе ұйымдастырсаңыз болады солай. Ең басты қатырмайтын жолы бар, ақшаның есебін жүргізудің ше. Ол бүйтіп алады. Ода мысалы мынандай. Сейфтің ішінде дәптері тұрады, ручкамен, блокноты, кіріс шығыс есептейтін. Сейфтің ішіне ақша салған кезде кіріс деп жазып қояды, осынша миллион, осынша мың теңге. Немесе сейфтен ақша алған кезде шығын деп жазып қояды, болды. Анау әдетті процеске байлап қояды, яғни шығын жасай салып, сол жерде тіркеп қояды. Кіріс түсе салып, сол жерде бірден тіркеп қояды. Өте күшті, өте оп-оңай, көп жазып отырмайды. Кейбір адамдар түсінемін мен, өздерін кіріс шығыс есебіне қинап жібереді, былай қинап жібереді. Кешке жатарда есіне алады. Мына жолға мынанша жинап төлеппін, түскі асқа мынанша төлеппін, анау деп сөйтіп қиналып кетеді да. Қиналып кеткен көрдім мен. Ол қиын жолда. Әрине мен түсінемін, кіріс шығыс есебін жүргізгің келмейді, бұлай жүргізсең. Олай жүргізбеудің барынша оңай жүргізу керек та. CoinKeeper арқылы ма, бағанадай наличный жасап, портмонеге салған кезде, шығарған кезде деп, бір сейфке салған кезде, алған кезде деп, бір сол сәттерде тіркеп отырса, мен ойымша қиын болмайды деп ойлаймын. Және айдың соңында бір есебін жүргізіп отыру керек. Қанша жұмсадым, нақты, қанша таптым. Болды. Соның өзі бір базовый. Мен енді қазір навороченный жолдарын айтпай қойын. Аналитика жасап, қалай оптимизация жасауға болады шығынды. Ол енді кейінгі әңгіме, ол бөлек бір қозғайтын әңгіме. Бірақ дәл қазір біздің жағдайда әшейін есебін жүргізейікші. Айтады ғой, тупой карандаш лучше острого ума дейді. Жай жазып қою саған сезім береді, ақшадан айырылып жатқаныңның, келіп жатқанын, нақты қанша екенін, нақты
объективті түрде шешім қабылдай аласың, және қаржылық шешімдерің дұрыс болады. Және есебің түгел болса, проблемаларға да онша түспейсің деп ойлаймын.